Қазір мета 5-ке осы экснестегі ашылған счетты интеграциялап жалғайтын боламыз. Ол үшін біз экснестен счет ашып алдық қой, иә, мінекей. Осы счетымыздың мына 3 сызықты басамыз. Осы 3 сызықты басып, мына сеттинг деген жеріне барамыз. Енді қараңыздар, мына сервер дегенді үстінен басып, мына сервер деген бізге маңызды, осының үстін басып копировать етеміз да, мета 5-ке барамыз. Настройкасына барамыз. И осы настройкада новый счет деген, новый счет деп тұр. Осыны басамыз да, үстіне осы жаңа копировать етіп алғанымызды осы жерге вставлять етеміз. Енді мінекей шықты бізге. Осының үстін басамыз, мінекей. Мына жерде қараңыздар, экснесте сізде мета реал 2, 31, 21 немесе триал деп тұр ма, тура осыны табуыңыз керек. Мысалы, менде қазір экснес мета 5 реал 2 деп тұр, иә. Мен осыны мына жерге кіріп, мета 5 2 деген табам, мінекей. Ойбай, триал тауып қойдым мен, көрдіңіздер ма? Хотя менде реал еді, иә. Реал 2 деген табам. Реал 12 емес. Реал қоя, точно, реал 2 екен. Реал 2 деген табам осы жерден. Так, реал, триалды белгілеп қойыппын мен. Мінекей, это 5 реал 2. Енді осының жанындағы мына логин дегенді аламыз да, осы логин дегенді мына жерге қойып ставить етіп басамыз. Сосын кейін өздеріңіздің парольдарыңыз бар, который создавать еткен, иә? Осы парольді жазасыздар. Мінекей. Сосын вход деген батырманы басамыз. Мінекей, сіздерде дәл осылай шығу керек. Сосын кейін мына жерге ақша салғаннан кейін барып, сіздерде уже мына жерден сделка жасайтын дүниелеріңіз ашылады. Негізі новый счет ашылған кезде осылай котировкада бірнеше стикер символдар шығып кетеді. Бұлардың барлығын біз алып, карандаштың суретін басып, өшіріп тастауымызға болады. Потому что бұлармен біз жұмыс жасамаймыз, бұлар қажет емес бізге, иә. Екеуін өшірейін. Все. Не бізде how UC деген алды. Осыны чарт деп басып, осы жермен жұмыс жасай беруге болады. Жалпы осылай счет ашу дегеніміз неге, интеграциялап жалғауына экснестегі счетымызды жалғау осылай мінекей оп-оңай. Алда уақытта жалғап, енді қиындық болмайды деген ойда.